Ассалаумағалейкум, отандастар, достар, трейдерлер ордасына қош келіпсіздер. Өзім жайлы айтатын болсам, есімім Бейсенбайұлы Бақытжан болады. Мен тәжірибелі трейдермін. 2007 жылдан бері трейдинг саласындамын. 2021 жылға дейін трейдингпен қосымша жұмыс, яғни хобби ретінде айналыстым. Қазіргі уақытта осы трейдинг саласындамын. 4 баланың әкесімін. Балық аулауды ұнатамын. Білім беру саласында 28 жыл жұмыс атқардым. Өзім жайлы осы әрбір мәліметке байланысты бірінші сабақта мен толығымен таныстырып өткен болатын өзімді. Сіздерден тағы да бірінші сабақтан бастап осы сабақтарды қарауды ұсынар едім. Өйткені әрбір сабақтың бір өткен сабақпен байланысы болады. Түсінбей қалуы мүмкінсіздер. Кейбір жаңағы трейдингке байланысты терминдерді түсінбей қалуы мүмкінсіздер. Сабақты бастамас бұрын ережелер мен ескертулермен танысып өтсеңіздер. Бұл ережелер мен ескертулер бойынша да бірінші сабақта толығымен әрбір мәселеге байланысты жеке-жеке тоқталып кеткен болатынмын. Немесе осы видеоны тоқтатып қойып, осы ережелермен танысып шықсаңыздар болады. Яғни, трейдинг жаңа кәсіп, жаңа мамандық. Осы сөзбен әрбір сабақты бастап отырамын. Яғни, бағдарламаның аты трейдингтегі алғашқы қадам бағдарламасы бойынша жүргізіліп жатыр бұл сабақтар. Бүгінгі сабағымыз 4-ші сабақтың тақырыбы сатушылар мен сатып алушылар тартысы. Тартыстағы баға деңгейі дегеніміз не? Осы мәселелермен танысатын боламыз. Рынок ашылды, осындай қоңырау беріледі рынок ашылған кезде. Демек, сатушылар мен сатып алушылар тартысы. Сауда барысында, трейдинг барысында, сатушылар мен сатып алушылар үнемі тартыста болады. Демек, біреулері сатып алып жатса, келесілері сатып жатады. Трейдингте екі тұлға болады. Алдыңғы сабақта айтқанымдай, сатып алушылар және сатушылар дейді. Әрине, трейдер болған екен, сіз сатып алушы да, сатушы да бола аласыз. Сауда барысында. Тартыстағы баға деңгейі дегеніміз не ол? Тартыстағы баға деңгейінің, яғни орыс тілінде уровень деп айтамыз. Баға деңгейінің ізі ірі тұлғалар арқылы қалдырылады. Демек, оларды лимитті сатып алушылар немесе сатушылар деп айтамыз. Ол ірі тұлғалар болуы мүмкін, ірі инвесторлар, фондтар, үлкен, банктер, тағы да басқалар. Фондтар дегеніміз хедж фондтар болады, немесе жаңағы пенсионный фондтар болады. Біздің еліміздегі пенсионный фондтар да осының қор биржаларында біздің ақшаларымызды саудаға түсіріп, айналдыру арқылы табыс табады. Кәсіпқой және тәжірибелі трейдерлер сол ірі тұлғалардың баға деңгейінен сауда жасайды. Акцияны сатып алады, немесе сатады. Баға деңгейі дегеніміз уровень, белгі бір баға деңгейінен. Біз сол ірі тұлғалармен бірге жүру керекпіз. Трейдерлер көбінесе, сауда барысында табысқа жету үшін. Тартыстағы баға деңгейін қалай анықтаймыз? Акцияның бағасы екі немесе одан көп мәрте бір бағада із қалдырса, сол бағадан деңгей сызылады. Деңгей сызылады. Деңгей сызығы көрсетіліп тұр. Бұл деңгей сызықтары high, low, open немесе close бағаларының сызылады. Термин сөздерді осының алдыңғы сабақтар бойынша айтылып кеткен болатын. High, low, open, close деген. Мысал ретінде қарайтын болсақ, баға деңгейі, екі сызық тұр, баға деңгейі. Мынау бізде алдыңғы сабақта айтқанымыздай канал құрылды қазір. Белгілі бір коридор құрылып жатыр. Бұл жерде хайымыз екі бар. Екі бардың жоғарғы бағасы бірдей бағада тоқталған.
Демек бұл жерден бізден деңгей сызылады, баға деңгейі сызылады, уровень сызылады. Мына жерде low бағасында да, low дегеніміз төменгі бағада. Мінекей бұл жерден де мінекей баға деңгейі сызылып тұр. Мінекей трейдерлер осы баға деңгейінен сауда жасайды. Мысалға, бұл баға, акцияның бағасы мына жақтан жоғарыдан келуі мүмкін, тренд бойынша даунтренд болады. Яғни бұл жерде мына қазіргі моментке байланысты бұл жерде біз ары қарай осы даунтрендтің жалғасуы мүмкін деген жорамалмен біз осы жерден шорт, яғни бізде жоқ акцияны сату арқылы біз табыс табады екенбіз. Шорт позициясы бойынша да алдыңғы сабақтарда айтылған, бағаның түсу кезінде табыс табу. Мінекей бағаның түсу кезіндегі табыс табу. Біз осы баға деңгейін бұзып өтуді күтеді екенбіз. Дәл осы моментте. Бұл немесе бұл баға қазір келіп, енді мынандай сызып көрсете берейін. Мына жерде тұру мүмкін қазіргі моментте. Бұл баға қазір жоғарыдан келу мүмкін. Енді рынокқа байланысты, жаңағы акцияның жүріп өткен бағасына байланысты. Қандай трендпен келе жатыр ол? Мысалы, мынау аптрендпен, өсу бағасымен келе жатыр. Демек, мынау баға деңгейін бұзып өтсе, ары қарай өсу мүмкін деген жорамалмен біз осы жерден сатып алу лонг позициясын біз ашады екенбіз. Мінекей осындай деңгейден сауда жасау дегеніміз мінекей осыдан шығады. Графикте әртүрлі деңгейлер сызылуы мүмкін. Мысалға, мына жерде қарап отырсаңыздар, мынау хайдан сызылған. Хайда. Мына жерде лоудан сызылған. Мысалы, $10 дейтін болсақ, акцияның бағасы. $10 деген бағаға 2 рет бізде қайтып келген. Демек, бізде мына акция бұл жоғарыдан, төменнен жоғары қарай келу мүмкін. Біз күтеміз. Мына жерде ретест жасап, ары қарай уже бағаның жоғары кетуіне байланысты жорамалымыз арқылы осы баға деңгейінен біз сатып алып, осы жерден сауда жасаймыз деген сөз. Мінекей баға деңгейі дегеніміз осы. Әртүрлі моменттер болады, ол жаңағы акцияның жүруіне байланысты. Ескерту, айтып кететін ескерту, баға деңгейлері күндік, апталық, айлық таймфреймдері арқылы сызылады. Day, week, month деген, үлкен жоғарғы таймфреймдерден сызылады. Таймфрейм бойынша да алдыңғы сабақтарда айтылып кеткен болады. Мінекей деңгей, баға деңгейі дегеніміз мінекей осылай пайда болады. Баға деңгейі осындай бағалардан пайда болады. Келесі ары қарай. Енді тартыстағы баға деңгейінен сауда жасау қалай жүргізіледі? Баға деңгейінен сауда жасаудың 4 түрі болады. Бұл мысалға, мына жерде бірінші деңгейді бұзу, пробой дейді, брейк деген, деңгейді жалған бұзу, ложный пробой дейді орысшасы, күрделі жалған бұзу, ложный пробой деген, деңгейден қайту, отбой от уровня деген білдіреді. Енді жеке тоқталып өтсек. Мысалға, мынау деңгейді бұзу дегеніміз, бұл белгілі жаңағы біздің сызған деңгейіміз бар, мінекей уровеніміз бар. Осы деңгейді бұзуға байланысты біз сауда жасаймыз. Бұл жерде біз long position ашуға сауда жасалынады. Мысалға, мына жерде күндік, бір күндік, бір барымыз бір күндік білдіреді. Демек, кешегі мына күніміз бізде деңгейдің жанында жабылып тұр, мінекей жабылуы.
демек біздің келесі күндегі мына күніміз осы деңгейді бұзуы мүмкін деген жорамалмен біз сауда жасайды екенбіз. Бұл енді бір күндік таймфрейм, бір барымыз бір күндік білдіреді. Ал бізде бұл 5 минуттықта біз жаңағы сатып аламыз немесе сату жұмыстарын жүргіземіз. 5 минуттықта бұл пробойымыз былай көрінуі мүмкін. Бір-ақ күндік бар болған екен, бұл бір бар болады. Ал 5 минуттық барымыз уже сол күннің ішіндегі 5 минуттық барда мына жерде ашылды ғой, міне ашылу нүктесі мына жерде болады, мысалға болуы мүмкін. Және де ашылғаннан кейін осы жерде консолидация дейді, жүруі мүмкін, өзіне энергия, күш жинап. Демек, деңгейді бұзғаннан кейін бір тестен осы жерден деңгейдің бағасынан, мысалы $10 бола ма, осы $10 сатып алып, ары қарай уже белгілі бір өзіңіздің стратегияға байланысты табыс көзіне жеткеннен кейін сатып жіберу керек болады. Мына жерде бай болса, бай деген сатып алу, белгілі бір табыс көзіне жеткеннен кейін сатып жібересіз. Немесе енді рынокқа байланысты әртүрлі жүру мүмкін. Мына жерден ашылып, сразу кетіп қалуы мүмкін жоғарыға қарай. Бұл жерден, мына жерден сатып алу. Тура деңгейдің тұсынан да сатып алуға болады, немесе кішкене люфтімен, 1-2 цент, 4 центке дейін жоғары бағадан сатып алып, оға да болады деген сөз. Немесе бұл ашылғаннан кейін бұзып өтіп, мына жерде күш жинап жүруі мүмкін деген сияқты. Демек, белгілі бір мына жерде күш жинау арқылы осы жерден уже жоғарыға кетуі мүмкін пробой. Бұл 5 минуттық жаңағы таймфрейм бойынша әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Немесе мынандай да болуы мүмкін 5 минуттықта. Мына жерде ашылды, консолидация астында біраз жүріп, жоғарыда біраз жүріп, бұлай да кетуі мүмкін. Әртүрлі рынокқа байланысты. Немесе баға мына жерден ашылуы да мүмкін. Деңгейдің жоғары жағынан ашылып, осы деңгейдің тұсында жүріп, жоғары кетуі мүмкін. Бұл негізі трейдинг саласында моментум сауда жасалынады. Сол мезетте білінеді. Қандай сіз қай кезде сатып алу керек, қай кезде сату керек деген сияқты. Бұл деңгейді бұзуға байланысты айтылған мәселе. Мінекей деңгейді бұзып отыр. Пробой дегеніміз содан шығады. Келесі кезекте екінші түрі, сауда жасаудың екінші түрі ол деңгейді жалған бұзу. Бұл жерде енді шортқа байланысты келтірілген екен. Бұл жерде де бір күндік таймфрейм, бір күндік, ал 5 минуттықта мынандай болуы мүмкін. Ашылу мына жерден басталды ғой, мінекей ашылып, астында біраз жүріп, жоғарға бұзатын сияқты болып келіп, біраз жүріп, тағы да төменге қарай кетуі мүмкін. Бұл бұзалмады, сол себепті бұл деңгейді жалған бұзу. Мына жерден ложный пробой дегеніміз көрініп тұр, мінекей. Бұзамын деп ойлап тұр, бірақ бұзылмады деген сияқты. Идея содан шыққан. 5 минуттық таймфреймде осындай болады. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Тағы да жаңағыдай, мысалға, сразу кетіп, бұзып, жүріп, төмен кетуі мүмкін. Немесе бұзып, лезде сразу кетіп қалуы мүмкін. Әртүрлі жағдай болады рынокта. Әртүрлі жағдай болады. Бұл ложный пробой дегеніміз осы түрі сатып алудың, бұл жерде сату шортқа байланысты
достар. Бұл жерде шорт бағаның төмен түсуімен зарабатывать етеді. Қазір енді толығырақ тағы да көрсететін боламын бұдан кейінгі слайдтарда. Келесі үшінші түрі сауда жасаудың күрделі жалған бұзу дейді. Дәл жаңағы жалған бұзу сияқты, бірақ бұл жерде мінекей барлардың саны көп болады. Екі немесе одан жоғарғы барып жоғарыда жүреді мысалға деген сияқты. Бұл жерде тоже бұл жерде де шортқа байланысты мысал келтірілген екен. Мысалға 5 минуттықта 5 минуттық графикте бұл былай болады. Мына жерден басталып тұр ғой, бұзылу. Мына жерден ашылды. Және де келіп көрдіңіздер ме, мына жерде қанша? 1-2 күн жоғарыда жүрді мысалға. Үшінші күні уже деңгейге жақындаған кезде мына жерде уже шортқа біз жаңағы позиция ашылады екен. Лонгқа байланысты тура осы, бірақ зеркально керісінше болады да. Мына төңкеріліп тұрғаны уже лонгқа байланысты болады деген сияқты. Сложный ложный пробой дегеніміз сол 2 немесе 3 бардан жоғары осы деңгейдің жоғары жағында жүреді немесе төмен жағында жүреді деген сияқты. Осыны айтады. Келесі кезекте төртінші сауда жасаудың түрі деңгейден қайту, отбой от уровня. Мінекей дәлме-дәл деңгейден қайту. Мысалға мына жерде тағы да 5 минуттық таймфреймде, кіші таймфреймде бұлай болуы мүмкін. Баға жоғарыдан келе жатыр, жоғарыдан келе жатыр. Мына жерден ашылды. Ашылған нүктеміз мінекей бүгінгі мұны ашылғанымыз, мысалға. Ашылып барып жүреді тағы. $10 болатын болса, мысалға, осыған тип барып уже кетеді. Бұл жерде сатып алуымыз бізде енді деңгейден қайтқанын біз көру керекпіз ғой. Деңгейден қайтқаннан кейін, где-то мына жерде 3-4 центтерден жоғарырақ уже бай сатып алу. Мына жерден сатып алынады, мысалға. Мына жерде өзіңіздің стратегияңызға байланысты sell сатылып жібереді. Мына жерде сату мүмкінсіз, мына жерде енді ол сауда жасау стратегиясына байланысты әркімнің. Мінекей осы отбой от уровня дегеніміз белгілі бір деңгейден қайту білдіреді. Немесе төменнен де қайту мүмкін деген сияқты. Шортқа байланысты, мынау лонгқа байланысты мысалы. Мынау шортқа байланысты мысалы деген сияқты. Бұл отбой от уровня. Дәлме-дәл мынау неден деңгейден қашады, артқа қарай қашады десек те болады. Осы жерде мына жерде шортқа отырып, жаңағы sell дейді, шорт позициясын ашылады мына жерде. Мына жерде long позициясы ашылады. Мысалда көрсетіп кеттім. Мінекей, достар, сауда жасаудың тек қана 4-ақ түрі бар. Осы 4 түрін жақсылап меңгеріп алсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Барлық жаңағы рынок деген сатып алушылар, сатушылар болады ғой, қайталанып отыра береді мысалға. Мына жерде лонгқа байланысты, мына деңгей тұр ғой, жоғарғы деңгейде тұр. Осыған байланысты мына жерде бай лонгқа жүрсек болады. Мына жерде де лонгқа шықсақ болады деген сияқты. Контртренд дегенде болады. Контртренд дегеніміз ол трендке қарсы сауда жасау. Бұл жерде мына жерде шортқа мысал келтіріп тұр деген сияқты. Немесе контртренд бағаның түсіп келе жатқан кезінде де болады. Мысалы, контртренд дегеніміз негізі жалпы баға түсіп келе жатыр ғой. Ал контртрендте ол жаңағы трендке қарсы мына жерден бай. Енді ол тез сатып алып, тез сатып шығып кету керек деген сияқты. Жылдамдық керек. Бұл жерде де контртрендпен де сауда жасауға болады. Келесі кезекте енді мысалдарға келейік. Мысалдарға келетін болсақ, деңгейді бұзуға байланысты пробой дейміз.
деңгейді бұзуға байланысты сатып алу позициясын ашу. Жаңа мен шет жағасында айтып кеттім кішкене. Мысалға белгілі бір деңгей бар. Бір тек қана деңгейден сауда жасаймыз. Деңгейсіз сауда жасамаймыз. Сатып алу позициясын ашу үшін, мысалға, баға мына жерден, рынок мына жерден ашылуы мүмкін, да? Жаңағы айтқанымдай, былай жүреді, агрессивно. Егерде сауда жасауға кірісетін болсаңыздар, осы жерден бұзған кезде сразу сатып алуға болады. Да? Бұзған кезде сразу сатып алып, кішкене мынау енді 10-15-20 цент жүргеннен кейін стоп деген болады. Оны келесі сабақтарда айтатын боламын. Осы стопты мына жерге безубытыққа, шығынсыздыққа жаңағы жылжытып қойған болады. Мінекей сатып алудың позициясы осылай болуы мүмкін. Немесе бұл деңгейді бұзу бойынша, да, жаңағы деңгейді бұзу бойынша. Келесі кезекте осы деңгейді бұзу бойынша енді шорт позициясын ашу үшін. Шорт позициясын ашу үшін белгілі бір деңгей бар. Бізде акцияның бағасы жоғарыдан келе жатыр. Және де мына деңгейді төмен қарай бұзу керек. Шорт позициясын ашу үшін. Мінекей, мына 5 минуттықта бұлай жүріп, бұлай жүру мүмкін деген сияқты. Сол кезде уже осы жерден сату керек. Шортта сатамыз ғой, бізде жоқ акцияны брокерден қарызға алып, осы 10 доллар ма қазір бағасы, сіз 9 долларға түседі деген жорамалыңыз бар, мысалға. Осы жерде брокерден қарызға акция алып, мысалға 100 акция алып, осы 10 доллардан сатып жібересіз. Sell дейді оны, sell, сатып жіберу. Сізде жоқ акцияны, sell, 2L болады. Мына жерде сатып жібересіз да, өзі белгілі бір деңгейге, мысалға 9 долларға келгенде сіз сатып аласыз мына жерде, уже бай болады. Бай болады. Сіз шорт позициясында отырсыз. 9 долларға түскен кезде 100 акцияны сатып аласыз да, брокерге қайтарасыз. Сатып алған кезде сіз шорт позициясынан шықты деген сөз болады. Sell, мына жерде сатып жіберген кезде сіз шорт позициясында отырасыз. Ал сол шорт позициясында отырып акцияны сатып алған кезде сіз шорт позициясынан шығасыз деген сөз. Мінекей 100 акцияны мысалға сатып алып брокерге қайтардыңыз. 1 доллар ма арасы 1 доллар, демек сіздің табысыңыз 100 доллар болады деген сөз. Мінекей шорт позицияда осылай табыс жасайды. Алдыңғы сабақтарда мен айтқанымдай шорт позициямен мен шортпен жұмыс жасамаймын. Өйткені бұл жерде сіз брокерден қарызға алғаннан кейін қарыз, одан кейін ол үстінен процент жүреді. Сіздің табысыңыздан белгілі бір пайызын төлейсіз брокерге. Сол себепті менің сеніміме қарсы болғандықтан мен бұл шорт бойынша мен жұмыс жасамаймын, сауда жасамаймын. Бұл деңгейді бұзу бойынша. Келесі деңгейді жалған бұзу. Ложный пробой дейді. Бұл бойынша да сатып алу позициясын ашу үшін белгілі бір деңгей арқылы, тек қана деңгей арқылы жұмыс жасаймыз. Тек қана деңгей арқылы. Деңгейді жалған бұзу дейді. Жалған бұзу дегеніміз, бұл жерде уже контртрендпен әсіресе көп келеді бұл. Мына жерден баға ашылады. Ашылғаннан кейін бұзатын сияқты болып тұрып, бірақ бұзбайды. Арғарай жоғары long position ашылады. Мына жерден ашылады. Бай болады. Сатып аламыз. Значит, long позициясына кірдік біз. Осы жалған бұзу арқылы. Жалған бұзуды мынадан көреміз. Деңгейді бұзам деп тұрып, бірақ бұзбады жалған бұзу деген. Бұл long позициясын ашу үшін. Осындай жаңағы мысал арқылы келтіруге болады. Келе-келе мына жерден уже белгілі бір деңгейге келгенде уже sell, сатып жібереміз деген сияқты. Бұл жерде ешқандай
процент қарыз деген жүрмейді, өзіңіздің бар ақшаңызға сатып алып сатасыз. Жалған бұзу бойынша, лонг позицияға кіру бойынша. Келесі шорт позициясына кіру бойынша, ложный правой, жалған бұзу бойынша. Бұл жерде мысалға деңгейден жұмыс жасаймыз. Акцияның бағасы мына жерден ашылуы мүмкін, жүреді, бұзамын деп ойлайды, бірақ бұзылмайды, жалған бұзу. Мына жерден уже шорт позициясы ашылады. Мына жерден sell болады, мына жерден buy, мысалға мына жерден buy болады деген сияқты. Бұл уже шорт позициясына байланысты. Енді шортпен өзім жұмыс жасамасам да сіздерге көрсетіп кету керекпін, өйткені сіздер түсіну керексіздер рынокта, рынокты түсіну үшін шорт позицияны білу керексіздер. Бұл жерде ложный правой, жалған бұзуға байланысты мысал келтірілді. Келесі кезекте күрделі жалған бұзу бойынша. Күрделі жалған бұзу бойынша айтатын болсақ, тоже бұл жерде жалған бұзуға ұқсас, бірақ бұл жерде не болады? Деңгейден жұмыс жасаймыз, бірақ бұзғаннан кейін алдында көп уақыт жүруі мүмкін. Бағана айтқанымызда, 2-3 бар жүруі мүмкін. Содан кейін барып бұзуы мүмкін. Жалған бұзу дейді бұл. Бұзбады, бірақ артқа қарай қайтадан кетті. Бұл жерде long position ашылады тағы да тоже. Мына жерден сатып аламыз, немесе деңгейдің өзінен де сатып алуға болады. Жалпы сатып алу нүктеңіз осы жерлерде болады. Осы жерлерде болады. Бұл бізде сатып алудың күрделі жалған бұзу бойынша айтылған мәселе. Сату позициясын ашу бойынша да, шорт позициясын бойынша да мысалға дәл сондай. Бірақ оның зеркальный керісінше түрі кетеді. Мысалға деңгеймен жұмыс жасаймыз. Деңгеймен жұмыс жасаймыз. Белгілі бір. Бұл жерде де тоже баға бұзамын деп ойлайды. Біраз уақыт жүру мүмкін, сосын барып жаңағы төменге қарай кету мүмкін. Сложный, ложный правой, күрделі бұзу, жалған бұзу деп айтатын. Бұл уже шорт позицияға. Тоже где-то осы аймақтарда сатып жібересіз, мысалға. Прямо деңгейдің өзінен де сатып жіберуге болады. Кішкене 3-4 цент люфтімен алып сатып жіберуге болады. Мінекей осы сату деңгейі. Бұл шорт позициясы байланысты. Келесі кезекте соңғы сауда жасау түрі, ол деңгейден қайту бойынша, отбой от уровня дейді. Дәлме-дәл деңгейден қайту. Әрбір трейдер әртүрлі сауда жасайды, әртүрлі деңгейде. Біреу правой, ложный правой күтеді деген сияқты. Бұл жерде деңгейден қайту бойынша, мысалға баға келді, мына жерден келді, дәлме-дәл осы деңгейден қайтады. Қайтқан кезде бір 2-3-4 цент сіздің бағытыңызға, мысалы, long positionға жүрген кезде осы жерлерде сатып алынады. Енді бұл жерде деңгейден қайту бойынша, прямо деңгейден сатып алу қиындау болады, өйткені сіз білмейсіз ғой. Мүмкін ол арғарай ложный правоймен кетіп қалатын шығар. Қайдан білесіз? Анық, нақты отбой от уровня деңгейден қайтуды білу үшін кішкене кідіріп 2-3 цент көтерілген күтіп бар, сосын бар позицияға кіруге болады. Long position, бұл buy, сатып алуға байланысты. Сатып алуға байланысты болады.
цвет не болып кетті. Мінекей осындай болады деңгейден қайту бойынша. Енді келесі кезекте шорт позицияға байланысты отбой. Дәл сол жаңағы лонг позициясы сияқты бұл да астынан келіп, дәл осы деңгейге келіп барып, деңгейгеден қайтады мысалға. Осы қайтқаннан кейін тоже бір 2-3 цент күтіп қайтуын. Содан кейін барып уже sell position ашылады. Мысалға шортқа, бағаның түсуіне байланысты позиция ашылады. Мінекей осындай. Бұл соңғы жаңағы 4-ші деңгейіміз. Демек бізде баға деңгейінен сауда жасаудың 4-ақ түрі болады. Әр қашанда біз баға деңгейінен, белгілі бір баға деңгейіне байланысты жұмыс жасау керекпіз. Баға деңгейін жаңа мен айтып кеттім. Ол бойынша да мінекей баға деңгейін сызылуы бойынша да айтып кеттім. Мінекей осы 4-ақ түрі бар сауда жасаудың. Енді биржалық графикпен жұмыс жасап көрейік. Қазір осы мәселелерді қарап көрейік. Так, қазір мен так, SG ашық тұр екен да. Мінекей байқаған болсаңыздар, бұны бірнеше баға деңгейлері тұр. Баға деңгейлері тұр. Бұл күндік таймфреймнен алынған, айлық, апталықтан алынған бұл. Мысалы 5 минутқа келетін болсақ, қазір мына жерде мысалға айлық деңгей, бір айлық деңгейден алынған, ол келесі сабақтарда айтылатын болады. Мысалға мына жерде импульсті алуға болады. Қысқа мерзімді импульсті алуға болады. Мына жерде сағат 9, астында уақыт көрсетеді. 9-ға дейін рынок ашылған екен, 15 минуттай, 20 минут немесе жарты сағатқа дейін сауда жасамауға тырысамын менің жүйем бойынша. Рынок ашылған кезде де сауда жасайтындар бар. Мінекей мына жерден бастап төмен қарай кеткен ложный пробой. Бірақ бұл жерде уже стоп үлгенде, бұл стоп бойынша кейінді тағы да сабақтарда айтылатын болады. Бірақ бізде қазіргі мына жердегі импульс бойынша ұстау керекпіз. Мына импульсті ұстайтын болсақ, мына жерден мысалға, мына жерден сатып алатын болсақ біз, мына жерге дейін қазір $1.23 дейін өсіпті. Демек, сіз 100 акция сатып алатын болсаңыз, мына жерден сіз қазір $124 дейін табыс табуға болады деген сөз. Жылдамдық керек бұл жерде. Мысалға, қанша минутта мынау бір барымыз 5 минут болса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 минуттың ішінде мінекей $1.20 көтеріліп тұр. Мысалы, біреулер өзінің сауда жасау стратегиясына байланысты 50 центке келгенде сатып жіберу мүмкін деген сияқты. Дер кезінде рыноктың беріп тұрған табысын алып қалмасаңыз, сіз минусқа кету мүмкінсіз. Мінекей көрдіңіз ба? Сіз мына жерден сатып алсаңыз, күтіп отыра беретін болсаңыз, сіз жаңағы рынок жабылғанша уже сіз минусқа кетіп қалу мүмкінсіз. Сол себепті қанша рынок береді, сол берген, алған олжа дей ма, сол берген жаңа табысты алып қалуға тырысу керек. Мінекей. Жерден ложный пробойды көріп тұрмыз. Мысалға. Қай жерден мысалға көрсетіп. Мінекей, мына жерде де ложный пробой мысалға. Енді 5 минуттық таймфреймде ложный пробой болуы мүмкін, бірақ дневкада бір күндік жаңағы барда ол таза пробой болуы мүмкін. Мына жерде мысалға сағат неше? 8-ден 45 кеткенде, 15 минуттан кейінде сауда жасауға болады негізі. Мінекей мына жерден сатып алсаңыз, стоп бұл жерде үлкен екен, бірақ импульсті алуға болады, мысалға, жылдам. Мысалы, мына жерден қаншаға дейін келген?
$2.38 дейін көтерілген. Мінекей 100 акцияңыз болса 230 долларға дейін алуға болады. Немесе мына жерден шығып кетуге болады. Мына жерге келген кезде $1.60. Сауда жасау стратегияңыз жүйеңізге байланысты ғой. Мысалға, мінекей осы жерден бір табыс алуға болады. Келесі, мына жерде мына отбой от уровня, мынау ложный пробой болса, жалған бұзу. Мына жерде деңгейден қайту түрі болып тұр. Мысалға, деңгейіміз 24.33 цент па? Мінекей, low, мына үй ашық қарасаңыздар, мына төрт бұрышты. Low 24.33, мінекей, көрдіңіздер ме? Бұл отбой болды. Где-то мына жерлерден уже сатып алуға болады деген сөз. Мысалға, анық осы деңгейден қайтқанына көзіңіз жетті ма? Осы жерлерден сатып алсаңыз да, мына деңгейге дейін, $26 дейін, мысалға, осы жерден шығып кетуге болады, сатып жіберіп. $1.48 дейін. 100 акцияңыз болса, $148. 10 акция алған болсаңыз, $15 деген сияқты. Ол сіздің обороттағы ақшаңызға байланысты. Егерде күтем десеңіз, енді ары қарай $2.60 дейін барған, ең хайы, жоғарғысы. Мінекей бұл пробойға байланысты. Анық көрініп тұр, отбойға байланысты. Деңгейден қайту бойынша. Мынау мінекей кешегі сауда бойынша. Мінекей мынау қазіргі ашылды. Мынау бүгінгі барымыз. Бізде мынау қазір пробойға кетті. Бірақ атар деген болады, ATR деген болады. Бұл нені ATR дейді. ATR дегеніміз белгілі бір инструменттің бір күнде жүріп өтетін бағасы деген сөз. Сол бағаға байланысты бізде табыс алуға сол бағаны жүріп өтті ма, жүрмей өтті ма, сондай өлшеу есептеу керек. Бұл келесі сабақтарда қарастыратын боламыз. Мінекей мынау кешегі күннің пробой болған, бұзып өткен, бірақ бұзып өткеннен кейінгі мынау жалған бұзу арқылы ішінара кеткен. Әртүрлі моментте қарау керек та бұны. Мысалы, мына жерде 5 минуттықта ложный пробоймен кеткен. Стоп бұл жерде 20 цент екен, 20 цент үлкен, бірақ мына жерде импульсті алуға болады. Отбой от уровня тұрғын 26 цент, $26. Мінекей мына үй ашық қарасаңыздар, low 26 болып тұр. 26-дан қашқан, қашып қайтып келді. Мінекей мына жерде осы жерлерден сатып алсаңыз, $1. Мына жерге дейін $1 дейін. Немесе мына жерден $50 шығып кетуге де болады, мысалға деген сияқты. 10 акцияң болса $5 шығып кетуге болады деген сияқты. Ал до конца күтемін десеңіз, енді оның да несі бар, жаңағы стоптарды жылжытып отыру деген. Мінекей аяғына дейін жүретін болсаңыз, мына жерде $1.60, $1.57. Мына үй ашыққа қарасаңыздар, плюс деген тұр, предпоследний цифрлар. Мінекей 1.50 почти $150 алуға болады деген сияқты. Мінекей осындай мысалдар көп болады. Мысалдар көп. Тарихты қарай берсек, ол миллионы шыға береді. Мінекей мысалға. Мына жерде де мысалға 5 күндік қарайды. 5 күннің ішінде мына жерде тұр, міне ложный пробой арқылы. Бұл жерде 8,5-да екен. Рыноктың ашылған кезінде екен. Рыноктың ашылған кезінде де сауда жасайтындар болады. Енді әркімге әртүрлі, енді өзіне байланысты. Енді рынок ашылған кезде сағат 9-дардан бастап уже сауда жасауды бастайды. Мына жерде $1. Даже $1.07 дейін. Мына үй ашық қарасаңыздар, мінекей. $1 дей берейікші, $1 дейін көтерілген, мына жерге дейін.
Значит, қанша минутта? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 минуттан 50 минут, иә? 1 сағатқа жетпей $100 табысын алып, уже бүгінгі саудасын уже тоқтатуға да болады мысалға. Ары қарай жалғастырамыз десе де әркім өзінің қалауы енді деген сияқты. Көп мысалдар көп. Мысалға мына деңгейді бұзып өтіп жатыр. Мына пробой дейді бұл. Бұзып отыр, иә? Ешқандай жалған бұзу деген жоқ. Мына жерден сатып алатын болса, мысалға, тоже $1.93. Мына ұяшыққа қараңыздар тағы да. Мына деңгейге дейін. Даже жоғарыға дейін кеткен, мінекей. Жоғарыға дейін кеткен. $2.20 дейін кеткен. 100 акция болатын болса, $220. Егер 10 акциямен істейтін болсаңыз, $20. $22 деген сияқты. $22-дан, мысалы, жақсы, $25-дан 3-4 позиция жалпысаңыз, бір күнде $100 болады деген сияқты. Енді ол өзінің обороттағы ақшаңызға байланысты. Көрсете берсең көп мысалдар. Акцияда мысалға. Жерде кешегі жабылғаннан бастап қарайтын болсақ, қазір мысалға. Кешегі жабылғаннан, мынау бүгінгі қазіргі жүріп жатқанымыз. Мысалға. Сразу кетіп қалғанда, кешегі жабылғаннан пробойға кеткен. 8.35-те. $2 уже. Қазір қанша уақыт болды? Мысалы, найдан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 минут, жарты сағатта. $2 жүрген. Мысалға. Жабылу деңгейі ғой. Кешегі күннің жабылу деңгейімен сауда жасалды. Так, келесі кезекте көп мысалдар келтіре берсек көп мінекей. Мына жерде тұр, деңгейден бұзып өткен. Осылай кете береді. Шорт позициясы бұған қарама қайшы, иә? Sell жүреді. Sell позицияны ашылады. Мына жерде импульстарды тастайтындар болады, скальпингке байланысты. Мінекей осы, достар, егерде сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында чат бөлімінде сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Мен жауап беруге тырысамын. Бүгінгі сабақтың осымен аяқталады. Сау болыңыздар, келесі кездескенше. Алдыңғы сабақтарды да қарап шығуға ұсыныс беремін.